Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Loom, loom, loom. Hunt, hunt, hunt. Longhouse, longhouse, longhouse. Sticks, sticks, sticks. Wooden bucket, wooden bucket, wooden bucket. Row a boat, row a boat, row a boat. Mud, mud, mud. Wrestle, wrestle, wrestle. Longhouse, Тұрғын үй, loom. тоқыма білдегі, Hunt, аңға шығу, sticks. таяқшалар, Wooden bucket. ағаштан жасалған себет, Row a boat. есу, Mud, балшық, wrestle. күресу. 7-ші тапсырма. Look, read and write yes or no. Қараңыз, оқыңыз және я немесе жоқ деп жазыңыз. Біріншісі. The red wooden bucket is the smallest of the three. Yes. Қызыл ағаштан жасалған себет үшеуінің ішіндегі ең кішкентайы. Суретке қараймыз, бұл дұрыс екен, сондықтан yes деп жазылған. Екінші сөйлем. The boys are wrestling. Балалар күресуде. Yes. Үшінші. The woman next to the man is holding a board game. Ер кісінің жанында тұрған әйел кісі үстел ойынын ұстап тұр. Дұрыс емес, no деп жазамыз, өйткені ол тоқыма білдегін ұстап тұр. Төртіншісі. A boy is rowing his boat. Бала өзінің қайығын есуде. Суретке қараймыз. Қайықты есіп отырған ұл бала емес, қыз бала, сондықтан no деп жазамыз. Бесіншісі. One of the men in the long house has got longer hair than the other. Тұрғын үйде тұрған екі кісінің бірінің шашы екіншісіне қарағанда ұзындау. Суретке қараймыз. Я, дұрыс екен, өйткені бірінің шашы ұзындау. Алтыншысы. There is mud in front of the long house. Тұрғын үйдің қарсысында балшық бар. Суретке қараймыз. Тұрғын үйдің қарсысында балшық бар, сондықтан yes деп жазамыз. Study spotқа қараймыз. Бізге онда сөйлемдер берілген. Сөйлемдерді оқып көрейік. The Romans lived in the center of Italy. Романдықтар Италияның орталығында өмір сүрген. They came to Britain 2000 years ago. Олар Ұлыбританияға 2000 жыл бұрын келген. Бұл екі сөйлемде өткен шақта берілген, яғни past simple. Біз әдетте іс-қимылдың өткен шақта істелгенін көрсету үшін етістікке ed жалғауын жалғаймыз, немесе бұрыс етістіктің екінші формасын қолданамыз. 8-ші тапсырма. Complete the sentences. The match. Check your answers online or with your teacher. Сөйлемдерді толтырыңыз, суретпен сәйкестіріңіз. Жауаптарыңызды онлайн немесе мұғалімдеріңізбен бірге тексеріңіз. Біріншісі. Boys learn to fight, swim in cold water and ride a horse. Балалар күресуді, мұздай суда жүзуді және атта шабуды үйренген. Екіншісі. Rich people lived in villas.
Бай адамдар виллаларда өмір сүрген. Үшіншісі, both men and women wore makeup. Еркектер де, әйелдер де боянып жүретін. They made their houses from mud. Олар үйлерін балшықтан жасайтын. Бесіншісі, they watched shows in big stadiums. Олар шоуларды үлкен стадиондарда көретін. They wrote in hieroglyphics. Олар иероглифтармен жазған. Енді бұл 6 сөйлемді 2 бөлікке бөлеміз. Олар the ancient Egyptians and the Romans. Ежелгі мысырлықтар және романдықтар. The ancient Egyptians ежелгі мысырлықтарға кіретін сөйлемдер 1, 2, 3, 4 және 6 сөйлемдері. Романдықтарға қатысты сөйлемдер 1, 2 және 5 сөйлемдер екен. 9-шы тапсырма read and circle, then listen and check. Оқыңыз және дөңгелектеңіз, сосын тыңдап тексеріңіз. The Aztecs were very interesting people, but actually they didn't call themselves the Aztecs. They called themselves the Mexica. They were very fit and played a lot of sport. Boys and girls went to school, but they didn't go to the same school. They went to different schools. To the Aztecs, cocoa beans were very important. They even paid for things with cocoa beans. And did you know that they drank chocolate to make them strong and healthy? Сіз біліп пе едіңіз? Ацтектер өздерін мексикандықтар деп атайтын. Олар спортпен айналысатын. Ұлдар және қыздар бір мектепке бармайтын. Олар заттарға какао бұршақтарымен төлейтін. Олар шоколадты өздерін мықты әрі дендері сау болуы үшін ішетін. 10-шы тапсырма role play, work in pairs and act out the interview. Рөлді ойын, бұл жерде жұптық жұмыс екен. Student A, you are a history student. You want to know some things about people from the past. Ask student B questions. Тарих пәнін оқып жүрген студентсіз. Сізді ежелгі адамдар туралы сұрақтар мазалайды. Сол сұрақтарды келесі екінші жұбыңызға қойыңыз. Student B, you are a history teacher and you know everything about people from the past. Answer students B questions. Сіз тарих мұғалімісіз және ежелгі адамдар туралы көп зат білесіз. Student A-дің сұрақтарына жауап беріңіз. Мысал ретінде берілген сұрақ пен жауапқа қарайық. What did Roman boys learn? Романдықтардың ұл балалары нені үйренген? The Roman boys learned to fight, swim in cold water and ride a horse. Романдықтардың ұл балалары күресуді, мұздай суда жүзуді және атта шабуды үйренген. Осы секілді сұрақтар қойып, сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. 3-ші тапсырма How did Native Americans live in the past? Make sentences that match. Жергілікті американдықтар ертеде қалай өмір сүрген? Сөйлемдер құрастырыңыз және суреттермен сәйкестіріңіз. Some Native American families lived in long houses. Кейбір жергілікті американдық отбасылар тұрғын үйлерде тұрған. Бұл сөйлем B суретіне сәйкес келеді. They also made pottery from mud. Олар саздан жасалатын ыдыстарды балшықтан да жасайтын болған. Бұл сөйлем D суретімен сәйкес келеді. They made clothes on a loom. Олар киімдерін тоқыма білдегінде жасаған. E суретіне сәйкес келеді. 4-шісі They rowed boats to travel
and go fishing. Олар қайықтарын саяхаттау және балық аулау үшін ескен. Бұл H суретімен сәйкес келеді. Бесіншісі, they started campfires with sticks. Олар алауды таяқшалармен жаққан. Ол I суретіне сай келеді. Алтыншысы, they played board games in their free time. Олар өздерінің бос кездерінде үстел ойындарын ойнайтын. G суретіне сәйкес келеді. Жетіншісі, the boys learned to find and wrestle. Балалар күресуді үйренген. F суретіне сәйкес келеді. They hunted wild animals. Олар жабайы аңдарды аулауға аңға шыққан. Төртінші тапсырма, read and match. Then write sentences about the ancient Greeks as in the example. Оқыңыз және сәйкестіріңіз. Мысалда берілгендей етіп ежелгі гректер туралы сөйлемдер құрастырыңыз. Біріншісі, built houses with mud and wood. Балшықтан және ағаштан үй құру. Екіншісі, not eat much meat. Көп ет жемеу. Үшінші, go to stadiums to watch games. Ойындарды көру үшін стадиондарға бару. Төртінші, not have desks at school. Мектептерде парталары жоқ. Бесінші, not wear trousers and shorts. Шалбарлар және шортилар кимеу. Осы сөз тіркестерден сөйлемдер құрастырамыз. Біріншісі мысал ретінде берілген they built houses with mud and wood. Олар үйлерін балшықтан және ағаштан құрған. Екіншісі they didn't eat much meat. Олар көп ет жемеген. Үшінші сөйлем they went to stadiums to watch games. Олар ойындарды қарау үшін стадиондарға барған. Төртінші сөйлем they didn't have desks at school. Олардың мектептерінде парталары болмаған. Және соңғы сөйлеміміз they didn't wear trousers and shorts. Олар шалбар және шортилар кимеген.